Шығыстанушы ғалым Қалия Қамбарбекова, Нұрлан Атығаев сияқты зерттеушілердің арқасында атағы мен айы бар жошы ханнан кем болмаған Қасым хан ордасындағы өте ықпалды мейрам аталық туралы деректер алғаш рет жарияланған болатын. Мейрам аталық ханның кеңесшісі болған және үлкен жиындар мен ресми қабылдауларда ханның сол жағынан орын алған. Тақтың сол жағы ұлы аталықтардың орны және оң жақтағы аталықтан дәрежесі жоғары саналған. Қасым ханның ұлы Әбілқайыр хан ирандық Исмаил шақы елші жіберу үшін алдымен Мейрам аталықпен және шайбандық басшылармен ақылдасқаннан кейін ғана шешім қабылдаған екен. Мейрам аталықтың ханның Қызылбасқа қарсы атанатын әскерінің сол қанатын басқарған әскери жорықтарда ханның жанында болған. Қысқаша айтқанда аталық азаматтық және әскери билікті қолына жинақтаған, құзыры өте жоғары, кемеңгерлікті қажет ететін лауазым болып табылады.